Кезінде қиыр шығыстан жер аударылған Корей халқының біраз бөлігі сыр елінен пана тапты. Олар қазақ халқының арқасында аман қалып, бүгінде еңсе тіктегендеріне шексіз алғысын айтады. Солардың бірі Вилори Шин. Вилори Шин сол бір дүрбелең уақытта небәрі 1 жаста екен. Әке-шешем репрессияға ұшырап, отбасымызбен Қазақстанға жер аударылдық дейді ол, талайлы тағдырын еске алып. Трудные годы были. Қиын кезеді ғой, әке-шешеммен ерте айырылып қалдым. Ата мен әже арқалап өсірді. Ішерге азық таппай бір өзім нанға зар болыпты. Оларда бақилық болып, мені анамның бауыры асырады. Бір білерім, сол кездегі қазақ халқының жақсылығын ұмыту мүмкін емес. Бауырына басты. Жамбыл деген ауылға қоныстандық. Осы жерден пана таптық. Күнімізді көріп, өстік, айналамның барлығы қазақ балалары болды. Солармен қой бақтық, асық ойнадық, бір нанды бөлісіп жедік. Сөйтіп жүріп есейдік, оқыдық, отау құрдық. Вилори Николаевич саналы ғұмырын педагогика саласына арнаған ұстаз. Қазалы аудандағы нөмірі 16 мектеп оқушыларын тәрбиелеуде оның қолтаңбасы бар. Бүгінде бала шағасының қызығын көріп отырған қария. В Казалинской школе 16. Қазалы ауданындағы нөмір 16 мектепте алдымен дене шынықтыру пәнінен сабақ бердім. 1970 жылы Гоголь атындағы Қызылорда педагогикалық институтын тәмамдаған соң тарих пәнінен оқытушы болдым. Шәкірт тәрбиеледім. Қазір шүкір қыздарым, немере шөберелерім бар. Өсі өнген әулет болдық міне. Қазақтың салт дәстүрін, мәдениетін ұстанамыз. Бір білгенім, Қазақстаннан әсіресе Қызылордадан артық жер жоқ. Вилори Шин Қазақстан халқы ассамблеясының дамуына да өз үлесін қосып келеді. Сейчас наш национальный центр. Біздің бірлестікке 40-қа жуық адам мүше. Біразы қазір жоқ. Біз мұнда ұлтаралық достықтың, ауызбіршіліктің нығаюын басты назарға аламыз. Корей халқының тілін, мәдениетін, салт дәстүрін дамытамыз. Түрлі шаралар өткіземіз. Бәріміз бір үйдің баласындай болып кеткенбіз. Тарихи дерекке сүйенсек, 1937-1938 жылдары Қазақстанда 20.789 отбасы, яғни 98.454 корей ұлтының өкілі депортацияланған. Әсіресе корей ұлтының басым бөлігі сыр бойына қоныстанғанды. 85 жастағы кейіпкеріміз қазақтың қонақжай пейіліне, бауырмалдылық қасиетіне 1000 мәрте алғыс айтуда. Казахскому народу мы можем сказать только спасибо. Қазақ халқына тек айтарым рахмет. Қазақтардың қарапайымдылығы, ақ көңілділігі мені таң қалдырады. Қандай керемет, мен қазақ елмен мақтанамын. Оның дархан көңіліне еш нәрсе жетпейді ғой. Бастысы, ауызбіршілігіміз мықты болсын. Еліміз аман болып, бірлікте күн кешейік. Мен сіздерді құрметтеймін. Рахмет сіздерге. Алғыс айту күні құтты болсын. Жатты құшағына сыйдырып, ақ пейілімен көмек қолын созған, өсіп өнуіне мүмкіндік берген қазақтай ұлтқа Вилори ақсақалдың алғыстан басқа айтары жоқ. Гүлфайрус Пірмағамбетова, Бөгенбай Абасилов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.